иә, ла хауля уа ла қуата илля биллах деген ол хавкалия деген зікір, аты хаукалия деп аталады негізінде. Бұл зікірдің қасиеті өте көп. Бұл тек қана ауырып жатқан кезде немесе бір энергияға мұқтаж кезде ғана емес, байлық жағынан да өте көп айтылу керек. Бұл зікір байлыққа, адамды кенелтетін, сондай бір мол ризыққа, олжаға кенелтетін зікірлердің бірі осы. Ла хауля уа ла қуата илля биллах. Оның мағынасы күш қуат тек Аллаға ғана тән. Күш қуат тек қана Аллада ғана бар, менде ештеңе жоқ. Жаңа айттыңыз ғой, мұқтаждық халі. Нағыз мұқтаждық халі да. Біз осылай біз Аллаға өзіміздің мұқтаждық халімізді сипаттаймыз, былай айтамыз да, көрсетіп. Осы байлыққа қатысты амал дедіңіз ғой енді. Бірінші амал осы болсын. Ла хауля уа ла қуата илля биллах деген зікірді жиі айту, иә. Жиі айту. Күніне кемі 100 рет айту, айта алсаңыз одан да көп рет айту. Айтар алдын бір ниет қою керек шығар. Ниет қойсаңыз да болады, иә. Байлық үшін айтып жатырмын Аллахым деп та, осы нәрсені. Бүкіл күш қуат тек сенде ғана ғой. Әр айтқанда да жүрекпен адам сезініп, байлықты беретін Алладан басқа ешкім жоқ. Осы маған осындай денсаулықты беретін де Алладан басқа ешкім жоқ. Яғни расымен де ғой, сізге байлықты беретін күш қуат кімде бар? Тек Аллада ғана бар да. Сол үшін зікірдің қасиеті негізі өте көп. Бұл зікірдің қасиеті өте көп кітаптарда, өте көп беттерде жазылған. Сол ризыққа қатысты, байлыққа қатысты осы зікірді айтып жүрсеңіздер болады. Және де тағы да бір амал бөлсе кетсем, барлығы білетін, барлығы жаттап алған сүрелердің бірі ол Фалақ сүресі бар, өзіміз білетін. Ықылас, Фалақ, Нас, ылғи бірге оқылып жүреді ғой. Көп адам оны әртүрлі бәледен, жаладан қорғану үшін деп оқиды да. Иә, ол ниетте оқу да бөлек. Бірақ Фалақ сүресі жалпы байлық сүрелерінен бірі болып та табылады. Абуль Хасан аш-Шазали рахмахуллах, сондай бір алим кісі, Фалақ сүресін айтқан. Кімде-кім Фалақ сүресін өте көп оқып жүретін болса, оған ризығы жаңбыр секілді жауап келеді деп айтқан да. Және осы ризыққа жету жолы жеңілдейді деп айтқан Фалақ сүресі арқылы. Осы Ықылас, Фалақ, Нас сүрелерін үшеуін қатар 3 реттен таңда және кешке оқып жүрсе де болады. Бұл да байлыққа апаратын бір амал. Таңда 3 рет, кешке 3 рет оқып жүрсе, именно байлық ниетінде да. Бұлған қатысты бір пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламмен болған бір хикая да бар. Осы зікірлердің несімен осы амалды жасау арқылы бір адам бар, енді оның хикаясы өте керемет. Тіпті жаңағыдай өте жас қалпында қалған көп адам, бала шағасы, мал мүлкі сондай көп болғанда, адамдар таң қалып сұраған ғой, бұл неден десе. Сол пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сол бір бала кішкентай кезде үй жағынан өтіп баратқан, осыны айтып жүр деп өсиет еткен ғой. Ана кісі енді үрім бұтақтарына дейін ғой, тек өзі ғана емес, көп ұрпағы да осылай өте көп байлыққа, олжаға кенелген екен да. Мына жерде бір сұрақ бар. Құранда айтады да, Алла тағала билік пен байлықты қалаған құлыма берем дейді. Бұл демек байлық, билік адамның тағдырында жазыла ма, әлде өзі өзгерте ала ма? Осындай дұға тілек оқып, амал жасап, мынандай нәрсе бар да, біреулер көп жұмыс істеуі мүмкін, болмайды. Біреулер қолын ұшын тигізсе болып кетеді. Болып кетеді, иә. Осыған қатысты тағдыр мәселесіне негізі қатты кіргім келмейді. Бірақ тағдыр ол мынандай нәрсе ғой. Сіз қазір тағдырыңызда кедей болып, сіздің маңдайыңызға кедейлік жазылды деп айта аласыз ба? Айта алмайсыз, иә? Айта алмаймын. Айта алмайсыз. Байлық жазылды деп айта аласыз ба? Айта алмайсыз. Ешкім өзінің тағдырында не жазылған білмейді. Алла тағала оған осы өмірге келгенде сездіртеді. Егер Алла тағала сізге мүмкіндіктер, қазір осы подкастты естіп отырған адамдардың өзіне үлкен бір посыл, сигнал да, что сен баю керексің деген секілді. Сен кәдімгідей байып, бай мұсылман болып, кәдімгідей беруші мұсылмандардан болу керексің деген